Hello everyone, баршаңызға сәлем. Ағылшын тілі 5-ші сынып, Excel for Kazakhstan, Grade 5. 5-ші модуль бойынша 57, 58, 59 беттердің тапсырмаларын орындайтын боламыз. Exercise 1. Look at the pictures. Listen and repeat what are these creatures in your language. Бірінші тапсырмада суреттерге қараймыз, тыңдамды тыңдап қайталаймыз. Бұл аңдар өз тілінде қалай болады? Picture 1. Hippogriff. Hippogriff. 2. Phoenix. Phoenix. 3. The Samuruk. Samuruk. 4. Cyclops. Cycloptar. 5. Unicorn. Жалғыз мүзді жануар. 6. Dragon. Айдағар. Exercise 2. Listen, repeat and point to. Екінші тапсырмада тыңдап қайталап көрсетеміз. A thick mane, қалың жал. A single eye, бір көз. A horn, мүйіз. A long tail, ұзын құйрық. Sharp claws, өткір тырнақтар. A beak, тұмсық. Big wings, үлкен қанаттар. Sharp teeth, өткір тістер. Long feathers, ұзын қауырсындар. Суретке қарап көрсетеміз осыларды. Exercise 3. Which of the creatures look like a horse, a huge snake, a giant, an eagle? Үшінші тапсырмада осы жануарларға қайсысы ұқсас келеді? A horse looks like a unicorn, a huge snake, dragon, a giant, cyclops, an eagle looks like the samuruk. Exercise 4. Describe the creatures. Төртінші тапсырмада жануарларды сипаттаймыз. A unicorn looks like a horse. It has got a horn, a thick mane, and a long tail. Hippogriff, a magical creature with the front half of an eagle, head, wings, and claws, and the back of half of horse. It can fly and it's very strong and fast. Samuruk, a legendary bird from Kazakh and Central Asian myths. It's big, powerful, and often shown with colorful feathers. Samuruk brings good luck and protection. Cyclops, a giant creature with only one big eye in the middle of its forehead. It's very strong but not very smart. The next one, келесі бет. Exercise 1. Look at the pictures. Which of the creatures is half human and half horse? Has got a human head, has got 3 heads, has got a long tail and sharp beak. Бірінші тапсырмада суреттерге қараймыз. Қай суретте жартылай адам, жартылай жылқы суретін бейнеленген? Оның басы адамның басындай ма? Оның 3 басы бар ма? Ұзын құйрығы және өткір тұмсығы бар ма? Бірінші суретте кентавр, жарты адам, жарты ат. Грекияның орталық таулары мен ормандарынан шыққан. Әдетте жабайы және қауіпті. Бірақ біреуі хирон ақылды әрі мейірімді болған. Екінші суретте феникс. Қызыл немесе күлгін алтын ұзын құйрығы бар әдемі құс. Үндістан мен Мысырдан шыққан. Өртке оранып, күлден қайта тіріле алады. Құйрығының жалына жараларды емдейді. Үшінші суретте химера. Қызы әрі қорқынышты грек мифтік жаратылысы. 3 басы бар, алдында арыстан басы, ортасында ешкі басы, құйрығы жылан. Арыстан сияқты тістейді және ешкі басынан от шығара алады. Exercise 2. Read the title and the introduction to the text. Who is Harry Potter? How are these creatures related to him? Listen and read to find out. Екінші тапсырмада тақырыбын оқимыз, мәтіннің мазмұнын және Harry Potter деген кім? Бұл жануарларға Harry Potterдің қандай қатысы бар? Тыңдамды тыңдап табамыз. Мәтінге байланысты жаңа сөздер. Word, оғаш, түсініксіз. Mythology, мифология, аңыздар. Mythical creature, мифтік жаратылыс. Forest, орман, intelligent, ақылды. Tear, көз жасы. Poisonous, улы. Monster, құбыжық. Volcano, жанартау.
medicine дәрі, burst жарылу, ashes күл, heal емдеу, wound жара, bite тістеу, breath тыныс алу, fire от. J.K. Rowling, the creator of Harry Potter, uses a lot of word and wonderful creatures from mythology. How different are they from the mythical creatures in the Harry Potter books? Гарри Поттердің авторы мифологиядан көптеген оғаш және ғажайып жаратылыстарды пайдаланады. Олар мифтік жаратылыстардан қаншалықты ерекшеленеді? Гарри Поттер кітаптарында кентаврлар орманда өмір сүреді. Олар өте ақылды. Олар жұлдыздар мен планеталарды зерттейді және кейде болашақты көреді. Көптеген кентаврлар адамдардан алыс тұрады. Бірақ олардың бірі Фриензе Гарридің өмірін құтқарады. Ол тіпті Гарридің мектебінде мұғалім болады. Феникс әдемі құс. Гарридің мектеп басшысы Фаукс атты үй құсына ие. Оның көзінен шыққан көз жасы ұлы құбыжық тістегеннен кейін Гарридің өмірін сақтап қалады. Гарри Фаукстың кенеттен жалынға оранғанын көріп таңғалады. Әрине, Фаукс күлден қайта туады. Химералар жанартаулар маңында өмір сүреді. Олар өте қауіпті және өлтіру қиын. Сұрақтарға жауап берейік. Harry Potter is a young wizard and the main character in the famous book series written by J.K. Rowling. He studies magic at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. The mythical creatures are related to him in these ways: Centaurs, Phoenix, Chimera. Exercise 3. Read the text and mark the sentence true or false. Үшінші тапсырмада мәтінді оқып, дұрыс немесе дұрыс емес екенін анықтап, true false пен белгілеп жазамыз. One centaurs had two heads. False. Two centaurs could see the future. True. Three centaurs' homes were in the mountains and forests. True. 4. The phoenix was an ugly bird. Exercise 4. How are the creatures in mythology? Similar to or different from the same creatures in the Harry Potter books? Tell the class. Төртінші тапсырмада мифологиялық жаратылыстар Гарри Поттер кітабындағы жаратылыстармен қалай ұқсас? Немесе қалай ерекшеленеді? Сыныбыңа айтып бер. The creatures in Harry Potter are similar to mythological ones. For example, centaurs are also intelligent and live in the forest. But in Harry Potter, one centaur helps Harry and becomes a teacher. The phoenix is the same. It burns in flames and it's born again. Its tears also heal wounds, like in mythology. The chimera is only in mythology, not in Harry Potter. Exercise 5. Look at the pictures, choose the creatures and write a few sentences about it. Make 2 mistakes. Read it to a partner who corrects you. Бесінші тапсырмада суреттерге қараймыз. Бір жануарды таңдап, сол туралы бірнеше сөйлем құрастырып жазамыз. 2 қате жаз. Досыңа оқып бер, ол қатесін табу керек. The phoenix is a small bird. It can live for 500 years and then burns itself to death. Its tears can heal people and it helped Harry Potter many times. The phoenix never dies and always lives forever. Бұл жерде 2 қате. Phoenix is not a small bird, it's a big bird. Және then burns itself to death деген дұрыс емес. Ол өзін өртеп өлтірмейді. Exercise 6. Match the titles to the types of films. Make sentences. 6-шы тапсырмада білген сөздердің фильмдермен сәйкестендіреміз. Сөйлем құрастыр. The Dragon Fantasy, Cowboys Western, Mickey Mouse Animated Cartoon, Detective Mallory, Detective, Dracula Horror, Funny Faces Comedy, Space Station Science Fiction, Love Story Romance, The Explorer's Adventure, Queen Victoria Historical,
The search. Action. Let's dance. Musical. Exercise 7. In pairs, talk about types of films. As in the examples. 7-ші тапсырмада фильмдердің түрлері туралы сөйлес. Астындағы мысалға қарап айтамыз. Do you like action films? Yes, I love them. So do I. They're exciting. How about musicals? I don't like musicals. Neither do I. They are boring. I don't like horror films. Really, I do. I like Western. Really, I don't. Do you like comedy films? Yes, I enjoy them a lot. Me too. They make me laugh. How about science fiction? I am not a fan of science fiction. Neither am I. They can be confusing. I don't like romantic films. Really, I love them. I like animated cartoons. Really, I don't watch many cartoons. Exercise 8. Use the words to talk about the films in exercise 6. 8-ші тапсырмада 6-ші жаттығудағы сөздерді қолданып, фильм туралы сөйлесіңіздер. Мысалы, The Dragon was on TV last night. Really, what was it like? It was exciting. I watched The Dragon last night. Really, what was it like? It was exciting and interesting. Sounds good. I like exciting films. Me too, but some parts were a bit frightening. I don't like frightening films. They were too scary for me. How about funny films? I love them. They always make me laugh. Exercise 9. Prepare a short presentation of other mythical creatures. You can use the key phrases. Мифтік жаратылыстарға презентация жасау. Кілтті сөзді қолдануыңызға болады. Mythical creatures are special animals or beings that appear in stories and legends. They are often very powerful and magical. Centaurs, the phoenix, and the chimeras. Осы 3 жануар туралы оқып қысқа айтып бересіздер. Осымен сабағымыз аяқталды. The lesson is over. Сабақ пайдалы болса лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Достарыңызбен бөлісіңіздер. Bye bye.